Сәлеметсіздер ме, Серке сайтының көрермендері? Бүгін біз студиямызға Жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның төралқа мүшесі саясаткер Балташ Тұрсынбаев шақырып отырмыз. Балтеке, мынау қазір оппозиция кедендік одақтан шығу туралы референдум өткізу мәселесін көтеріп жатыр. Жалпы қазіргі мәліметтер бойынша бұл шараға Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия мен коммунистер қатыспайын деп отыр. Енді сіз жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның бұған неге себепті қатыспай отырғанын турасында айтсаңыз. Сіздердің позицияларыңыз не болып отыр қазір? Жалпы референдум өткізу үшін заң бойынша басы біріккен қазақтың азаматтары өткізу керек референдумды. Партия не тағы да басқа қоғамдық ұйымдар референдумды өткізе алмайды заң бойынша. Сондықтан біздің енді мына оппозицияда жүрген бір топ азамат өздері жиналып, біз мынау референдумды өткіземіз, 15 па 16 сұрақты халықтың алдына қойып, біз жасаймыз деген мәлімет беріп, сол енді қатты жарда салып жүрген жоқ. Қатты айғайлап та жүрген жоқ бұлар. Жай сөз. Сол сөзді шығарған уақытта біздің партияның мүшелерін олар шақырған жоқ. Мысалы, енді биліктің мынау әр сайлауды, қоғамдық жұмысты қалай құрдымға жіберетінін оны анық көзіміз жетті, олардың да көз жетті, біледі. Сондықтан, егер нақты түрде шақыратын болса, біз қатысушы едік. Жарымхан Тұяқбай да қатысушы еді, Ғазиз Алдамжаров та қатысушы еді, мен де қатысушы едім. Неге десең, өткен референдумда үлкен жұмысты бастан өткіздік, бірақ енді біздің мынау жүйемізге байланысты биліктің оны мынау жоғарғы сотта жоққа шығарып шешім шығарды, сендердікі заңсыз деп. Соныменен біз тоқтадық. Арман қарай ел басшысына президентке де жеткен жоқ ол сұрақ. Ал енді мына референдум туралы қабылдаған заңда онда аяққа шалуменен күршектер өте көп. Егер осы халыққа белгілі азаматтарды бірге қосып олар шақыратын болса, біз де қатысушы едік. Бірақ олар өздері ешкімді шақырмай, бірін-бірін топ азаматтар бір тығылмақ ойнап референдум деп сол жар салып жатыр. Жармахан Тұяқбай бастаған оппозициялық топ пен Болат Әбілов бастаған оппозициялық топтың арасында бір қандай да бір кикілжің бар сияқты. Осының себебі неде? Мысалға, бұл қазір мына референдумдан да көрініп тұр. Жармахан бастаған топ бұл референдумға қатыспайтын сияқты болып тұр. Осы екі топтың арасындағы кикілжің себебі неде? Оның себебі біреу-ақ. Басынан бастап біз басшылық органды дұрыстап құрғанымыз жоқ. Екі партия қосылған кезде екі тең төраға, бір бас хатшы болу керек деп, соны заңдап жасадыдағы қоғамдық жұмыстың заңыменен заңдап жасады. Ал енді жұмыс істей келген кезде одан жеңіс шыққан жоқ. Екі партия дұрыстап қосылған да жоқ. Жергілікті жердегілер азат, біз азатпыз деді, ЖСП, біз ЖСП-міз деді. Соныменен бастар бірікпей жүрді. Неге десең, анау азатта жүргендер Болат Қазбандай айтады, қандай жұмыс істейміз? Ол айтады, нұсқау береді. Мынандай жұмыстар жасаңдар дейді. Жармахан Қазбандай ол айтады, мынандай жұмыс жасаңдар дейді. Неге десең, екеуі бір-бірімен әлі көрген де жоқ, сөйлескен де жоқ. Сондықтан ана жергілікті жерге барған нұсқаудың екі түрлі, үшінші бас хатшымын деген бас хатшымыздың өзі үшінші нұсқау береді. Сонымен жергілікті жерде бұның барлықтары босқа шықты. Екі партияның қосылды дегені. Содан кейін біз енді өзіміз өзара айттық. Бұны қою керек. Бір төраға болу керек. Керек болса бір орынбасар болсын. Соныменен енді тоқтайық. Оппозициялық партияның жұмысын жүргізейік деген кезде Болат та Әміржан да қарсы шықты. Неге екі тең төраға болмайды? Неге бас хатшы болмайды? Деген әңгіме сыртқа шықты. Сыртқа шыққан кезде енді жалпы әділшілікті іздеген азаматтар Жармаханды қолдады.
Содан кейін Жармұқан ОСДП-ның бұрын қосылмай тұрып төрағасы дағы, бүгінгі күні дағы төрағасы, бүгін Жармұқан ОСДП-ның төрағасы, ал енді Болат Абилов Азаттың төрағасы. Сондықтан егер Болат Абилов күш салып, халықпен жұмыс істеп, Азат партиясын орнына келтіріп, оны тіркеп, егер оппозицияда екі партия болса, бір партияның орнына, ол енді қоғамдық жұмысқа өте пайдасы келіп тиер еді. Бірақ Болат Абилов Азаттық партияны ол ешқандай жұмыс жасамай, мен осы мына ОСДП-ның тең төрағасы боламын деген әңгімеменен аралардан алшақтық шығып тарап кетті. Сонда жаңағы тек партиядағы жаңа басшылық қызметке ғана таласу осы топтың арасындағы жаңа кикілжіңге себеп болып тұр ма, әлде бір мұның астарында тағы бір басқа бір себептер бар ма? Мысалға кейбір әңгімелерде жалпы Болат Абилов бастаған топтың артында қандай да бір билік элитасында қандай да бір күштер тұр. Әйтпесе Жармахан Тұяқбайдың артында да билік элитасында қандай да күштер тұр. Осы билік элитасындағы күштердің өзара келіспеушілігі жаңағы екі оппозициядағы екі лидердің арасындағы кикілжіңге себеп болып тұр деген болжам бар. Осы жөнінде не айтасыз? Осы рас па? Енді бұның шындығы жоқ деп есептеймін мен. Неге десең, шындығы сол ғана. Дүние жүзінің егер мына қоғамдық жұмыстағы саяси партияларының структураларын байқайтын болсақ, ешқандай елге белгілі аты шыққан партияда тең төраға деген жоқ. Бірақ төраға болу керек. Керек болатын болса мүшелер шешеді, бір орынбасар болса болды, болмаса орынбасар да керек жоқ. Ал енді тең төраға, оның үстіне бас хатшы деген ол мынау саяси партияның жұмысы емес. Егер қоғамдық жұмыс болатын болса, бола берсін. 2 төраға, 5 төраға, бас хатшы, жай хатшы, жабай хатшы. Ал бірақ егер біз саяси партияның жұмысын жүргіміз келсе, бізде бір-ақ төраға болу керек. Ал енді саяси күштер Болат Абиловтың артында тұрса, егер Жармахан Тұяқбайдың артында тұрса, олардың арасында ешқандай сондай қарама-қайшылық жоқ. Сіздің ойыңызша қалай ойлайсыздар? Егер жаңағы референдум мәселесін көтеріп отырған Болат Абилов бастаған топ сіздерді, яғни Жармахан Тұяқбай бастаған топты жалпы осы ортақ шараға араласыңыздар деп шақыратын болса, сіздер бұл референдум мәселесін көтеруге қатысасыздар ма? Азамат ретінде онда қатысып көмектесеміз. Бірақ дағы референдум өтеді деп мен ешқашан 99% менің көзім жетті. Бүгінгі билік ол ешқандай референдумға ешкімді жібермейді. Неге десең, біздің тарихта, өзіміздің қысқа тарихта, 21 жылдың ішінде ешқандай референдум өтіп көрген жоқ. Ал өтетін болса, биліктің өзінің атаған 2 референдум өтті. Ал енді мынау қоғамдық, партиялық, не болмаса жеке топталған азаматтардың ұсынысымен референдум ол өтпейді біздің мемлекетте. Егер ол өтпейтін болса, жаңағы Болат Абиловтар мұны не үшін көтеріп жүр? Енді бұны көтергенде өз үшін енді Болат Абиловтың тобы ойлайтын шығар, біз атымызды тағы да бір шығарып тастайық, халықтың алдында ұпай жинайық деп. Олар қаталасады. Одан олар ұпай жинай алмайды. Әділшіл болу керек. Саяси жұмысты әділ жүргізу керек. Сөйтіп барып қана ұпай жинайды. Ал егер біз бір айқайды көтердік, біз айттық, бірақ билік бізге ұлықсат берген жоқ, енді үйлерімізге тарадық дегенменен ұпай жинай алмайды. Рахмет, Балташ мырза.